Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен аталарға өтіп келе жатқан бұрыннан аяқ қол ауырғанда үйде бар заттардан ем жасап келген. Міне сол емнің біреуін сіздерге көрсеткелі отырмын. Оған бізге қажет ас тұзы керек және йод. Табамыз қызып тұр. Осы табаға тұзды салып қыздырамын. Жарты кесе тұзды қыздырамын осылай. Жарты кесе тұзды қыздырып жатырмын. Табаға ірі тұз болғаны жақсы. Менде майда тұз екен. Майда тұз болса да жасаймыз. Міне осылай қыздырып алдым. Енді бір 2 тамшы йод тамызамыз бұған. Бұны араластырып. Осын енді тұзымызды осындай қалыңырақ матаға салып аламыз. Бұны мен өз тәжірибемде жасап көрген бірнеше рет. Сол аяқ ісіп кеткенде, буын ауру қатты ауырғанда түнде осылайынша компресс жасап. Төгіліп кетпеу үшін осылайынша орап аламын. Енді осыдан компресс жасаймыз. Ауыратын буынға қоямыз. Сыртынан жылы болып тұру үшін осылай орап қоямыз. Міне осылайынша аяқ, қол, буындары ауырған кезде түнде үйде бар заттармен осылайынша компресс жасасаңыздар болады. Егер де сізге видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, сіздің қолдауларыңыз біздің видеомыздың әрі қарата дамуы үшін көмектеседі. Сол үшін комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ем болсын.